Сәлеметсіздер ме? Мен Жантасқызы Айзере, Батыс Қазақстан облысы Орал қаласындағы номер 42 Шахмет гимназиясының 9-шы сынып оқушысымын. Қазіргі таңда менің отаным, менің бастамам атты шығармашылық жобалар байқауында менің отбасым сабақтастық, құндылықтар және мәні атты номинациясы бойынша өз жобамды ұсынып отырмын. Жалпы жобамның мақсаты мен міндеттері әрбір отбасы тұлғаның қалыптасуындағы ең басты тірек, ұрпақтар сабақтастығы мен құндылықтардың алтын көпірі. Осы жоба арқылы отбасылық дәстүрлердің маңыздылығын көрсеткім келеді. Жалпы өзім туралы айта кетсем, мен 10 ақпанда 2010 жылы Орал қаласына дүниеге келдім. Қазіргі таңда жасым 15-те. Бұл біздің отбасымыз жалпы 8 адамнан тұрады. Біздің отбасымызда салт дәстүрлерді ерекше бағалап құрметтейді. Суретте көріп отырғандарыңыздай, бұл менің қырқымнан шығару және де бесікке салу рәсімді қазақ дәстүріне сай Қаратөбе өңіріндегі әйгілі дін қайраткер Әулие Едіге Шымырұлының жиені Зәру әжем өткізген. Мен бала күнімнен ата-анамның ерке қызы болып өстім. Әсіресе әкеме жақын болып, оның қоғамдық жұмыстарымен қатар жүргенді ұнататынмын. Кез келген шарада, кездесуде үнемі оның жанында жүріп, қолдау көрсетуді үйрендім. Ұлы тұлғалармен кездесу үлкен мәртебе ғана емес, өзіңді дамытуға берілген мүмкіндік. Сол орайда 2011 жылы 5 маусымда Астана қаласындағы Жапонияның Қазақстанда елшісімен кездестік. Белгілі ақын Қайрат Жұмағалиевтің біздің отбасымызда қуанышта, және де жазушы Мира Шүйіншәлиевамен 1 мамырдағы мерекеден. Отбасы құндылықтарын әрдайым насихаттап жүретін әкеммен сұхбатқа назар аударсаңыздар. Бәріңе сәлем, мен Жантасқызы Айзере. Менің отаным, менің бастамам атты шығармашылық жобалар байқауында менің отбасым сабақтастық, құндылықтар және мәні атты тақырыбында өз әкеммен сұхбат алуды жөн көрдім. Ендеше менің бірінші сұрағым, сіздің бала кезіңізде отбасылық тәрбие қандай болып еді? Біздің бала кезімізде негізгі тәрбие алаңы болып, біздің шай дастарханы болды деп айта аламыз. Және бұны бізде әрдайым әкеміз жүргізіп отырды. Әкеміз бізді әр шай дастарханына келген кезеңде үйде рухани бағытта әңгімелерді көп айтатын еді. Бірінші кезекте біз дастарханға әкеміз келмей тамақты бастамаймыз. Әкеміздің келгенін күтеміз, содан кейін ғана тамақ ішеміз. Екінші кезекте сол үйдің шаруашылықтары айтылады. Содан кейін көпшілік жағдайда сол кешкі тамақтан кейін біздер едәуір уақыт бойы әкеміздің рухани әңгімелерін тыңдаймыз. Оның ішінде әкеміз Абайдың қара сөздерін оқып бізге талдайды, қазақтың мақал-мәтелдерін оқып талдайды, ертегілерін оқып талдайды, хадистерін оқып талдайды, музыкасын оқып талдайды. Осылай жан-жақты біздерге қазақтың рухани мұрасын түсіндірумен айналысады. Одан бөлек біздерге ер бала ретінде күнделікті өмірде қажет болу дағдыларды үйретті. Мысалға, біздерге ауыз оқуды үйретті. Мысалға, ат әбзелдерін ер тоқымынан бастап, жүген, тоқым, барлығын түгелдей жасауды өз қолымен үйретіп, бізге жасаттырды. Тіпті етік тігуді де үйретті. Осылайша әкеміз ер балаларға күнделікті өмірде қажет дағдылардың барлығын сіңіруге тырысты. 2019 жылы әкемнің әке өнегесі Набила Сафоллаұлы хақында атты еңбегі жарық көрген болатын. Бұл кітап біздің отбасы үшін өте құнды. Ата Набиланың ата-бабамыздың дәстүрін жалғастырып, елге адал еңбек етіңіздер сөзі әулеттің бізгін негіздің қағидасы. Әкемнің зерттеу жұмыстары осы мақсатта негізделген. Әкем қоғам қайраткер, тарих зерттеушісі, оның еңбектеріне тоқталып кететін болсақ, баспасөз тарихын зерттеп, шетел архивтерінде сақталған араб әліпбиіндегі газеттерді елге алдырып, өз алдына жинақ етіп шығарды. Тарихи танымдық дана журналын шығарып, және де жастар арасында ұлттық сананы қалыптастыруда елеулі еңбек етуде. Мен үшін әкемнің еңбегі тек зерттеу ғана емес, ұлт үшін жасалып жатқан үлкен қызмет. Сондықтан мен де оның жолын жалғап, тарихымызды құрметтеп, өз үлесімді қосуды қалаймын. Алдарыңызда 2022 жылы әкем Алматы қаласында орталық мемлекеттік архивіне жұмыстануға өзімен бірге мен де ала барды. Бүгін 7 қараша 2022 жыл, біз қазір Алматы қаласындамыз. Медеуге келдік. Осыған дейін біз таңертең ертемен барып, Алматы қаласына орталық мемлекеттік архивқа бардық. Мен мұнда өзімнің әкеме құжаттарды қарап, солардың көшірмелерін алуға көмектестім. Бүгінде атам бастаған әкем қолға алған игі істерді менің де жалғастырып келе жатқаным үлкен мақтаныш. Алдарыңызда көріп отырғандарыңыздай әкемнің қолдауымен түрлі сайыстарға қатысып, жүлделі орындар иелендім. Қорытындыда келе, менің атам Набила ол балаларына әрдайым ата-бабамыздың дәстүрін жалғастырып, елге адал қызмет етіңдер деп өсиет айтып отыратын. Әкем Жантасты осы атамның сара жолын жалғап, отбасылық тәрбие мен ұлттық дәстүрді ұлықтап, еліміз үшін аса маңызды рухани істер атқарып келеді. Қазіргі уақытта әкем балаларға арналған тарихи танымдық, тәрбиелік мәні зор комикс жанрындағы кітаптар шығаруды қолға алды. Олардың қатарында 70 палуан, Сырым батыр, Аштыққан құтқарған аңшы атты кітаптар бар.
Алдағы уақытта мен де осы бағыттағы жұмыстарға белсене араласып, әкеме қолдау көрсеткім келеді. Осылайша ата-бабамыздан жалғасқан елге адал қызмет ету дәстүрін сақтап, қоғамға пайдалы жобаларды іске асыруға өз үлесімді қосамын. Бұл мен үшін үлкен жауапкершілік әрі зор мақтаныш. Назарларыңызға рахмет.